Сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы сабақта ұбт-ға дайындық ретінде бірінші сұрақты істедік. Енді екінші сұрақ істейік бұл сабақта, бұл видеода. Ал енді орындайық. Екінші сұрақ. Жақшадағы етістікті дұрыс шақта қолданыңыз. Енді мына жақшадағы етістікті дұрыс шақта қолданамыз. Оқып сіз өзіңіз орындаңыз. Мысалға I watch'тың дұрыс формасы TV when it began to rain. Не болады? Паузаны басып орындаңыз. Ал енді мен жауабын айтамын. I was watching TV when it began to rain дейді. Өткен шақ байқап тұрсаңыздар, екеуі де began деген басталды. Жаңбыр басталған кезде мен бір іс-қимылды істеп отқан едім дейді. Ол телевизорды көріп отыр едім. Яғни was watching болады. Қайталанып бітпеген шақ ing continuous және past өткен шақтағы continuous болады. Am watching болмайды, себебі бұл дәл кезде, дәл қазір болып жатқан іс-әрекетте қолданамыз. Watch деген өткен шақта қолданамыз, бітіп қойған. Бұл жерде бір іс-қимыл бітпей жатып, қайта бір іс-қимыл болып жатқан кезде жаңбыр жауды бастады, сондықтан біткен өткен шақты қолданбаймыз. Watching деген бұл жерде am watching'ның жаңағы дұрыс емес формасы болып тұр. Am берілмеген мына жерде. Watch деген present simple'да берілген, present simple емес, себебі ол фактқа немесе күнде болатын нәрсеге қолданылады. Сондықтан жауабы A. I was watching TV when it began to rain. Жақсы, келесі сабақта үшінші жаттығуды істейміз. Білімді KZ арнасына тіркеліп қойыңыз, лайк басыңыз, ұнатсаңыз, және де білімді KZ-пен бірге ағылшын тілін үйреніп емтиханға дайындала беріңіз. Сау болыңыздар.